Бүгін біз осындай өте дәмді венский вафли жасайтын боламыз. Оған керек заттар: 3 жұмыртқа, 150 грамм қант. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ертіден сары май саламыз. Сары май болмаса, маргарин салуға болады. 180 грамм. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жылы сүт құямыз. 200 мл. Араластырып болғаннан кейін 2 шай қасық разрыхлитель, болмаса 1 шай қасық ас содасын салуға болады. Мен қазір 1 шай қасық ас содасын салдым. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 300 грамм електен өткізілген ұнды салатын боламыз. Ұнды аз-аздан бөліп салып араластырамыз. Бәрін бір уақытта салып тастауға болмайды. Міне осындай қою қаймақ секілді, ешқандай түйіршіксіз массамыз дайын болды. Енді бұл массамызды 10 минуттай қойып қоямыз. Оғынға дейін электровафельницамызды қыздырамыз. 10 минут уақытымыз өтті. Енді вафельницамыз қызып тұр. Қызып тұрған вафельницамызды бірінші майлап аламыз. Сұйық маймен. Ең бірінші жасағанда майлаймыз міндетті түрде. Енді шөмішпен, ожаумен 1 қасықтан саламыз. Енді вафлиміз пісті. Көрейік. Осындай әдемі венский вафлиміз шықты. Міндетті түрде 4 бұрышты қылып жасап керек емес. Өз еркілеріңіз. Кішкентай вафли қылып жасасаңыздар да болады. Міне осындай әдемі венский вафлиміз шықты. Рецепт сіздерге ұнап жатса, лайк қойып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Толық рецепт описанияда болатын болады.